үлкен ниеттегі ойы халықты, ұлтты бір ортаға біріктіру. Мен айтайын деп тұрғаным, көндермен болайын деп отырған шайқаста бабамыз әуелі бөлек жерден байқап, біздің қазақтардың бар жоғы 300-дей әскері болады, ал мынау түрікмендердің 3000-дай, оны кейбір деректерде 30.000-дай деп айтады, 3000-дай әскерімен. Сонда мынау біздің аталарымыз мынау жаудан қалай қорғану керек, қалай соның алдын алу керек. Сонда мынау ер тоқымға артына мынау қойдың терісін байлап, мынау жаңағы 300 әскер қазақтан шыққан, қазағымыздан шыққан. Солар жерге жіберіп, жаңағы ат шауып отырған уақытта анау көкшаң болады екен. Соны түрікмендер көріп, ойбай мынау 30.000 әскер екен, 3.000 әскер екен деп, біздің қазақ аталарымыздың қорғанған қорғанысына кіріп кете алмай кейін қарай шегінген екен деген үлкен сөздер бар. Осындай бағыттан көрген бабамыз мынау бір үлкен үдеріс екен, 300 емес 3000-нің әскерін кейін қаратқан біздің аталарымыз, біздің бауырларымыз тегін емес екен деп, бұларға рух беру, бұларға бір көңілін сондай серпілту арқылы шыққан екен деген үлкен жақсы бір салиқалы сөз бар. Міне осының өзінде біздердің жастарымыздың, біздің өскелең ұрпақтың қай уақытта олардың ел мүддесі үшін, халықтың мүддесі үшін, мемлекеттің мүддесі үшін, ұлттың мүддесі үшін күресудің ең негізгі қағидатты жолын салып берді десем, мен қателеспеймін. Елең етпейтін қазақ жоқ жер бетінде, әлемде. Қазақстандағысы да, басқасы да дүбірлеп тұрған дүниеде қазақтары. Соның біреуімен маған осындай бір бұйырмыс болып, атаның әдеби бейнесін жасау бақыты бұйырды. Мен түсінгенім, жай адам емес, сол құдіретті орындау миссиясымен жіберген адам шығар деп мен солай деп бағамдадым. Ал оның бейнесі, кәдімгі жанды бейнесі біздің әдебиетімізде табындай көп ашыла қойған жоқ. Тыңдау үшін әуелі оның өмірін білген дұрыс екенін түсіндім.